Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Ордалаев каналы кезекті сұхбатын ұсынады. Бүгінгі біздің қонағымыз сарапшы Нұргелді Әбдіғани. Нұреке, сұхбатқа қош келдіңіз. Қош көрдік сеге. Құрметті Ордалаев каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Нұреке, күні кеше Сауд Арабиясында ақш пенен Украина өкілдері келіссөз өткізді. Жалпы бұл жиын несімен есте қалды? Қандай жаңалығы болды? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Өздеріңіз білесіздер, ақш пен Украина арасында ақштың жаңа саяси басшылығы жасақталғаннан кейінгі қарым-қатынас өте шиеленісті түрде өрбіді. Әсіресе Украина президенті Зеленский мен ақш президенті Трамптың және вице-президент Венстің қатысуымен Ақ үйдің доғал бөлмесінде өткен айқай-шулы келіссөздерден кейін Украина мен ақш арасындағы әскери ынтымақтастық, саяси ынтымақтастық біршама шиеленісті жағдайға, шиеленісті деңгейге түсті. Сарапшылар бұл Ақ үйдің алдын ала жоспарланған сценарий бойынша өткен айқай-шу деген нұсқаны айтады. Яғни Зеленский белгілі бір деңгейде Ақ үйдің тұзағына түсіп қалғандығын айтады. Десе де, сол Ақ үйде болған айқай-шудан кейін майдан шебіндегі біраз жағдай өзгерді. Сол Ақ үйдегі айқай-шу Ресей-Украина соғысындағы көптеген факторларды өзгертті. Расында Трамп пен оның вице-президенті Венстің сол бір бейсаяси тактикасы Украинаны ақш пен Украина арасындағы келіссөздерге және Украина мен Ресей арасындағы келіссөздерге белгілі бір деңгейде көндіре білді десек болады. Өйткені осыған дейін Украина тарапы қатаң позиция ұстанып, біз ең кемі 2022 жылдың шекарасына қайтадан шығуымыз қажет. Украинаға қауіпсіздік кепілдігі ақш тарапынан міндетті түрде берілуі қажет деген талаптарды айтып отырып алған болатын. Осы талаптардың негізінде Украина тарапы ақш пен Украина арасындағы пайдалы ресурстар туралы келіссөздерге де көнбеушілік көрсеткен болатын. Ал осы Ақ үйдегі болған айқай-шудан кейін Украина тарапы өзінің позицияларын мәжбүр болды, өйткені Ақ үй тарапынан қысым күшейді. Сол доғал бөлмедегі айқай-шуды сылтау етті. ақш тарапы Украинаға беріп жатқан әскери техникалық көмектерді тоқтатты, ал майдан даласында ақштың әскери техникалық көмегі деген орасан зор күшке ие болған. Батыстан келіп жатқан әскери техникалық көмектер бар, десе де, ақштың көмегі дегеніміз бұл Патриот ПВО жүйелері, жаңа әуе қорғаныс кешендері, бұл Абрамс танктері, бұл Атакмс зымырандары алыс қашықтыққа жететін, бұл деген Брадлейлер, Страйкерлер, тағысын тағы. Және ең бастысы, ақштың Украинаға көрсетіп жатқан әскери техникалық көмегі бұл ақштың спутниктік ғарыштық барлау мәліметтері болады. Осы мәліметтерді жедел тоқтатқаннан кейін Украинаның майдан шебіндегі ахуалы әжептәуір қиындады. Әсіресе бұл бірінші кезекте Курск шайқастарына әсер етті. Курск шайқастарына қатысты барлық спутниктік барлау мәліметтерді ақш тарапы беріп отырған. Барлау мәліметтерін батыста беріп келді Украинаға. Бірақ проценттік сәйкестік жағынан ақштың көмегіне ширегіне де жетпейтін еді. ақш осы мәліметтерді, осы деректерді, осы әскери техникалық көмектерді тоқтатып тастағаннан кейін Украина Курскіден шегінуге мәжбүр болды қазір. Қазір шегініп жатыр. Келіссөздің нәтижесі Келіссөздің нәтижесіне келетін болсақ, осы Ақ үйдегі айқай-шудан кейін көптеген сарапшылар ақш пен Украинаның арасы енді осы бетінен танбай шиеленісе түседі деген болатын. Алайда бұл саясат деген қолдан келгенді жасай білу өнері ғой. Сондықтан Украинаның мүддесін ескерген Украинаның саяси әскери басшылығы Ақ үйдің кілтін табуға тырысты, және өткенде ғана болған мына Эр-Риядта, жана Жиддада болған ақш пен Украина делегацияларының келіссөздері осының дәлелі. ақш пен Украина тарапының ортақ нүктеге түйісе алғандығының дәлелі. Трамп командасы, Зеленский командасы президент Трамп пен
жартылай саясаткер, жартылай бизнесмен Трамппен қалай диалог орнату керектігін енді түсінгендей. Жиддада 8 сағатқа жуық созылған келіссөздердің нәтижесінде ақш ұсынған шарт бойынша Украина тарапы 30 күнге уақытша атысты тоқтату туралы шартқа көнгендігін білеміз. Ол жалпақ жұртқа мәлім болған жайды. Осы арқылы және президент Трамптың президент Зеленскийдің бірнеше жария мәлімдемелері арқылы Украина тарапы өзінің бейбітшілікке деген ұмтылысын көрсетті. Бұл белгілі бір деңгейде Ресей тарапына лақтырылған тұзақ. ақш-тың мемлекеттік хатшысы Рубионың доп енді Ресей жағында. Олардың жауабын күтеміз және оң жауабын күтеміз деп мәлімдеуде. Сондықтан ақш тарапы да, Украина тарапы да біз бейбіт келіссөзге дайынбыз деген месседжді жалпақ жұртқа көрсет білдірді. Керең еститін, соқыр көретіндей қылып жеткізді. Енді Ресей тарапында жауапкершілік. Олар бейбітшілікке көне ма? Бейбіт келіссөзге көне ма? Көнбесе жауапкершілік Ресей жағында болады. Трамптың айтқан сол. Егер біз президент Путинді барынша көндіруге тырысамыз, егер көнбеген жағдайда, онда соғысамыз деді. Былай айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, Украинаға әскери көмекті жалғастырамыз деді. Келіссөз нәтижесі бойынша жаңа өзіңіз де айтып өткендей, бір айға атысты Украина тарапы тоқтататынын айтты. Әйтсе де Ресей президенті Путин бір ай бұрын біз атысты тоқтатпаймыз деп мәлімдеген болатын. Жалпы Путин өз райынан қайтып атысты бір айға тоқтатуы мүмкін ба? Бұл мәселеге қатысты былай айтайық. Бірінші, 30 күнге атысты тоқтату туралы шешім Украина үшін дәл қазіргі жағдайда өте тиімді шешім болмақ. Осы Жиддадағы 8 сағаттық келіссөздерден кейін ақш тарапы Украинаға әскери техникалық көмекті қайта жандандырып, барлау мәліметтерін қайта бере бастағанымен, майдан шебіндегі ахуал күрделі. Әжептәуір кері шегінді Украина тарап. Әсіресе Курск майданынан күн сайын шегініп, және қазірге дейін 86-87% аумақ Курск облысында Ресейдің бақылауына қайта өтті. Бұл алдағы бір-екі күнде Украина толығымен Курсктен шығып кетуі мүмкіндігінде білдіреді. Және солай болатын секілді де, қазіргі әскери техникалық мүмкіндіктеріне қарайтұғым болса. Сондықтан майдан даласындағы Украинаның жағдайы мәз емес екендігі белгілі. Көмек тоқтады. Қайта жалғасқан көмектің келуіне әлі уақыт бар. Сондықтан бұл Украинаға бір тыныс таба алуға, қайта жасақтар, бөлімшелер, бригадалар құрып, қайта майдан шебін құрып алуына, бір тыныс таба алуына, ақштан келетін көмектің, батыстан келетін көмектің Украина жеріне жетіп үлгеруіне дейінгі бір үзіліс, тиімді үзіліс болмақ Украина тарапы үшін. Бұл бір. Екі, бұл ұсынысқа, бұл шартқа Ресей президенті Путин көне ме дегенге келсек, әрине Ресей президенті Путин осыдан 1 жыл бұрын айтты, осыдан 1 ай бұрын айтты. Біз Конституциямызда жазылған аумақтардың барлығынан Украина әскері толық шегініп шықпайынша ешқандай ұрысты тоқтатуға ниетті емеспіз деді. Десе де, саясат деген ол құбылмалы дүние. Саясаткерлердің кеше айтқан сөзі бүгін іске аспай жатқан, немесе ақш-тың президенті Трамп секілді, немесе Ресейдің түрлі лауазымды тұлғалары секілді кеше айтқан сөзін бүгін теріс деп отқан жағдайлар аз емес. Сондықтан президент Путиннің бұл шартқа тас түйін көнбейміз деуінің өзі ертең басқаша жүріп кетуі ғажап емес. Енді осы тұста бірнеше нұсқаны айта кетуге болады. Мен қазір сараптап бір 4 нұсқаны жазып алғам. Бұл біріншісі батыл бас тарту. Ресей тарапының батыл бас тартуы. Ресей жоқ деп айтады. Украинамен және батыспен келіссөз жүргізуге дайын емеспіз деп мәлімдеуі мүмкін. Әсіресе батыс келіссөз үстеліне отыруға тиісті емес, ол Ресейге қарсы санкциялық соғыс саясатын ұстанып отқан тарап деуі мүмкін. Атысты тоқтату Киевке әскерін қайта жасақтап алуға мүмкіндік береді. Сондықтан біз бұған келіспейміз деген уәж келтіруі мүмкін. Одан әрі тағы бұл бас тартуда Киев біздің қойған талаптарымызды толық орындамайынша біз келіссөзге отырмаймыз деуі мүмкін. Екіншісі шартты келісім. Шартты келісім нұсқасы. Біз дайынбыз, бірақ дейді. Біздің шарттарымыз бар дейді. Иә. Біздің шарттарымызды орындау қажет.
Басты шартымыз Украина НАТОға қосылмауы қажет. Украина демилитаризациялануы қажет. Украина конституциялық өзгерістер жасауы қажет және Украина аумағындағы орыс тілді азшылыққа саяси статус беруі қажет дейді. ақш-тың шынайы ниетіне бейбітшілікті орнатуға біздің күмәніміз бар деуі мүмкін. ақш-қа қоятын шарттары болуы мүмкін. Ол екі жақты саяси экономикалық қарым-қатынастарды қайта жандандыру, санкцияларды алу, әсіресе мына Ресейдің көлеңкелі флотына салынған жойқын санкцияларды әлсірету. Ресей тарапы қазір батыстан санкцияны азайт деп талап ете алмағанымен, ақш-тан талап ете алатын позицияда. Сондықтан екінші нұсқасы бұл шартты келісім. Үшінші нұсқасы қарсы ұсыныс. Ресей тарапы айтады, біз Украинамен бейбіт келіссөзге келуге дайынбыз. Сендер ұсынған 30 күндік атыс тоқтату туралы шартты қабылдауға дайынбыз, бірақ біздің қарсы ұсынысымыз бар дейді. Ол ұсыныстың мазмұны да әртүрлі болу керек, бірақ талап өзгермейді. Біз осы Ресей қойып отқан шарт талаптарға қазір тоқталатын шығармыз. Иә. Бірақ бұл шарт талаптар осыдан 3 жыл бұрын айтылған шарт талаптар еді. Осыдан 5 жыл бұрын айтылған талаптар еді. Украинадағы соғыстың жалғасып жатқанына 10 жыл болды, 10 жылдан асты ғой. Иә. Донбасстағы соғыстардан бастайтұғын болса, 2014-тен бастайтұғын болса. Содан бері Украинаға қойып келе жатқан талап өзгерген жоқ. Сондықтан қарсы ұсыныс жасалған жағдайда осы талаптардың негізінде жасалуы мүмкін. Төртінші нұсқа бар, бұл жағдайды созу, жауап бермеу. Енді бұл маловероятный дейді ғой. Мүмкіндігі аздау, өйткені қазірде белгілі болып отыр, Ресейдің баспасөз хатшысы Песков бүгін ертең, әсіресе бүгін президент Путин осы шартқа қатысты өзінің нақты жауабын береді дегенге келтіріп отыр. Мәскеуде Беларусь басшысы Лукашенкомен кездеседі, кездескеннен кейін баспасөз жиыны өтеді. Сол жиында президент Путин 30 күндік атыс тоқтату шартына қатысты өзінің жауабын айтады дегенге келіп отыр. Сондықтан әзірге осындай нұсқаларды қарастырамыз. Осылардың ішіндегі ең бір сарапшылар тарапынан қызу талқыланған нұсқа мынау болатын, және шындыққа сәйкес келеді деген. Ресей тарапы Курскіні толық алмайынша 30 күндік атысты тоқтатуға келісім бермейді деген. Қазір көріп отырмыз, Курскіден Украина әскері барынша шегінуде, және бүгін ертең Курскі толықтай Ресейдің бақылауына өтуі мүмкін. Күдік күмәнімізде жоқ емес. Ресей мен ақш делегациялары арасында өткен 2 кездесу бар. Осы айналасы бір айдың ішінде. Бірі Эр-Риядта өтті, Саудияда, екіншісі Түркияның Стамбулында өтті. Осы кездесулерде, Ресей мен ақш тарапының арасында өткен кездесулерде осы Курскінің тағдыры шешіліп қою әбден мүмкін. Сондықтан Украина мен ақш делегацияларының келіссөзінен кейін, 8 сағаттық келіссөзден кейін, Украина тарапының жедел Курскіден шегінуі осындай ойларға жетелейді. Мемлекеттік дума депутаты Виктор Савалев ақш-тың ұсынысын қабылдамау керек деп мәлімдеп отыр. Жалпы ресейлік азаматтардың көпшілігі осы пікірде секілді, байқасақ. Бұл сөз жалпы Кремльдің ұстанымы деп қабылдауға бола ма? Біріншіден, Ресей телеэфирі арқылы, Ресей бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, түрлі деңгейдегі, түрлі рангтегі, түрлі лауазымдағы саясаткерлердің барлығы дерлік тек диктовкамен жұмыс жасайды. Өз бетінше пікір айта алмайды. Ресейдегі сөз бостандығы, Ресейдегі баққа жасалған бақылау қай деңгейде екенін өзіміз жақсы білеміз. Әсіресе мына шетелдік агент туралы заңды қабылдағалы бері Ресейде қай сөз айтылып, қай сөз айтылмайтынын Кремль шешіледі. Кремльдің төңірегінде шешіледі. Сондықтан Ресей саясаткерлері аузымен айтылған әңгімелер белгілі бір деңгейде Кремльдің мақұлдауынан өткен әңгімелер. Ал бұл мәлімдемелер Кремльдің ресми позициясы ма дегенге келсек, позициясы болмауы әбден мүмкін. Кремль идеологтары осындай алашапқын, жау шақырарлық даулы мәлімдемелер арқылы қарсылас позициясын тамырын басып көру үшін, аңдып көру үшін, аңысын біліп көру үшін осындай мәлімдемелер жасатады. Бұл тек қана Украинаға қатысты емес, бұл бізге де қатысты.
Мысалы, күні кеше ғана шыққан Жириновскийдің ескерткіші деген әңгіме де осындай орта азиялық жақшаның ішіндегі одақтастардың ой пікірін, қоғамының пікірін аңдып көрудің бір амалдары ғана. Сондықтан ақшпен келіссөздерге, оның шарттарына көнбеу керек деген көбік ауыз көп саясатшылардың Ресейдің салмақты пікір деп қабылдау жаңсақ деп ойлаймын. Бұл тамыр басып көру әрекеті болса керек. иә. Түптің түбінде ақш пен Украина келіскен шартқа Ресей көне ме көнбей ме, оны Кремльдегі нөмір бірінші адам шешеді. Reuters ақпарат агенттігі жалпы дереккөздерге сүйене отырып, Ресей ақш-қа Украинадағы атысты тоқтату бойынша келіссөздерді бастамай тұрып, орындалуы тиіс шарттарды ұсыныпты. Ол шарт бойынша мына Кремль Украинаның НАТОға ұмтылуын, Ресейдің басып алған Украина жерін орыс жері деп тану, Украинада шетел әскерін орналастырмау сияқты шарттар қойып отыр. Бұл шарттарға Украина президенті Зеленский келісе ма? Мүмкіндігіне қарай. Біріншіден, Ресей тарапы атап қойған бұл шарттардың барлығы осыдан 3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын аталып айтылған шарттар. Әлі күнге дейін қайталанып отырған риторикалар. Бұл Украинаның НАТОға қосылмауы түбегейлі. Украинаның тіпті Еуропалық одаққа қосылмауы, Украинаның әскерінің санын қысқартуы, Украинаның алыс қашықтыққа соққы жасайтын қару түрлеріне ие болмауы, Украинаның орыс тілінде қысым жасамауы, конституциялық өзгеріс енгізуі, этникалық орыстарға немесе орыс тілділерге конституциялық статус беру арқылы азшылықты немесе ресейшілдік өкілдерді барынша қолдауы, тағысын тағы осындай. Және ең бастысы Киевте билік алмастыру, ресейшіл тұлғаларды, проресейшіл тұлғаларды билікке әкелу, бұл Кремльдің әуел баста қойған талаптары. Бұған Украина тарапы көнеме дегенге келсек, Украина тарапы президент Зеленскийдің аузымен, сыртқы істер министрі Сибиганың аузымен, президент аппаратының жетекшісі Ермактың аузымен, басқа да Украинаның лауазымды тұлғаларының аузымен ашық айтылды. Украина бұл шарттарға көнбейді. Десе де, біз 22 жылдың шекарасына шықпай, бейбіт келіссөздерді бастамаймыз, қауіпсіздік кепілдігі берілмей, бейбіт келіссөздерге қол қоймаймыз деген Украина күні кешеге дейін 30 күндік атысты тоқтату шартына көнді ғой. Оның көнуіне саяси қысымдар ықпал етті. Әсіресе ақш тарапынан жасалған өте жойқын саяси қысым әсер етті. Сондықтан майдан даласындағы әрбір позицияны мүмкіндік шешеді. Украина табандап қарсы тұруға осы позицияларды қаншалықты мүмкін болады жағдайы, соған байланысты болады. ақш тарапынан месседж осыған дейін бірнеше мәрте айтылды. Марко Рубионың аузымен айтылды, Венстің аузымен айтылды, Трамптың аузымен айтылды. Қос тарапта әуелгі позицияларынан шегінуге дайын болуы қажет деді. Яғни Украина өзінің Ресейге қойып отқан талаптарынан бейбіт келіссөз үшін кейбір позицияларынан шегіну қажет. Шегінген жағдайда Украина өзіне кейбір аумақтарды қайтару мүмкін екендігін айтты. Сол секілді Ресей тарапы да осы қойған шарт позицияларынан шегінуі тиіс деді. ақш тарапының қазір қолында Трамптың әйгілі сөзімен айтсақ карта бар. Көзір бар. Ресейге қатысты. Ресейдің 280 миллиард доллары активі Еуропада бұғаттаулы. Ресей ақштың көлеңкелі теңіз флотына салған жойқын санкцияларынан орасан зор зардаптар шегуде. Соның бір мысалын айта кетейін. Осы жақында ғана болған. Кетерінде Байден салып кеткен жаңағы 183 мұнай тасымалдау кемесіне салынған санкция.
бір ғана Ресейдің көлеңкелі флотына Байден администрациясы салып кеткен санкция айналасы жарты жылдан сәл аса уақыттың ішінде Ресейді 156 миллиард рубльге шығынға ұшыратты. Иә, Былтырғы жылмен салыстырғанда 18%-ға кем деп Ресейдің экономистері дабыл қақты. иә, Сондықтан санкциялардың күші қазір көрінбегенімен, бұл жаңағы оның ықпалы, оның кері әсері орасан зор. Сондықтан Трамп командасының, егер Ресей шартымызға көнбесе, мен бұрын соңды болмаған санкциялармен сабайтын боламын деуі, бұл белгілі бір деңгейде Ресейге жасап отқан бопса деп қабылдауымыз қажет. жақсы. Нұреке, енді жаңағы Трамп айтып отыр, Ресей егер талапқа көнбесе, санкция саламыз деп отыр, деп айтып жатыр. Бірақ енді Трамптың сөзіне де сенім азайып кетті ғой соңғы кезде. Былай айтады, бір кезде былай айтады. Жалпы Трамптың жойқын санкция салуы мүмкін ба? Мүмкін. Мен осыған дейінгі сұхбаттардың барлығында айтып келе жатырмын. Иә, Трамптың кейбір мәлімдемелері сіз бен біздің жүйкемізге тиюі мүмкін. Және солай болып та жатыр. Әсіресе Украина тарапының жүйкесіне тиюі мүмкін. Тіпті ең салқынқанды болуы қажет, мемлекеттің мүддесі үшін, мемлекеттің амандығы үшін ең салқынқанды, қандай қиын қыстау кезең болмасын, қандай провокациялық әрекеттер болмасын, салқынқандылықты сақтай отырып, мемлекет мүддесін бірінші орынға қоя отырып әрекет етуі тиіс президенттің өзі Ақ үйде эмоцияға ерік берді. Бізді қойған кезде тікелей Украинаға қатысты тұлғалардың, жауапты тұлғалардың өзі осындай эмоцияға ерік берді. Десе де, бір дүниені естен шығармауымыз қажет. Трамп ол ақш-тың президенті, Ресейдің емес. Оның мәлімдемелері ресейшіл болуы мүмкін, Ресейдің қолайына жағуы мүмкін, тағысын тағы. Бірақ осы жерде мына ақш-тың саяси идеологтарының мына бір әңгімесіне жүгінген дұрыс болады деп ойлаймын. Бұл соғысты тоқтату оңай. Ең қиыны Путинді келіссөз үстеліне отырғызу дейді. Путинді келіссөз үстеліне отырғызу қиын. Ал келісім жасау, шартты талқылау, ол оңай дейді. Ең бастысы оны келіссөз үстеліне ал Путин келіссөз үстеліне отыруға, соғысты аяқтауға мүдделі ма? Менің субъективті пікірімде аса бір мүдделі емес Путин соғысты аяқтауға. Өйткені Ресейдің экономикасы түгел дерлік осы әскери өндіріс саласына негізделген және соғысқа бағытталған өндіріс экономикасы. Халықты ұстап отырудың амалы Ресей жалпы Путиннің билігі кезінде болсын, оның алдында болсын, одан кейін болсын, Ресейдің идеологиясы біреу-ақ, халықты соғыспен ұстап отыру. Осы Украинадағы соғысқа дейін Ресей халқы Грузиядан кейін ұзақ уақыт соғысқан жоқ. Аяғында білесіз, халық 100 мыңдап, 300 мыңдап көтеріле бастады. Әсіресе Хабаровскідегі фургал оқиғалары, Навальный бастаған миллиондардың марштары. Яғни Кремльде кім отырса да халықты соғыспен, үреймен ұстап отыру керектігін біледі. Олай болмаған жағдайда жүздеген мың адам көшеге шығады. Сондықтан Ресейге соғыс қажет. Ол түсінікті. Сондықтан мәселе соғысты қалап отырған Путинді келіссөз үстеліне қайткен күнде де отырғызу. Менің ойымша, және көптеген сарапшылардың ойынша, саясатшылардың ойынша, Трамптың жасап жатқан амалдары осы Путинді қайткен күнде келіссөз үстеліне әкеліп отырғызу үшін жасалған амалдар болса керек. Келіссөз үстеліне отырғаннан кейінгі жағдай қалай болмақ? Мысалы, қазір Трамп мысалы Украина жеріне Зеленский басып кіргенде, Зеленскийді иттен ар күшіктен бері қылып отыр. Неге Путинге қысым жасай алмай отыр деген сұрақтар бар. Жалпы болашақта Трамп пенен Путиннің арасы суып, бір-біріне жау болып шыға келуі мүмкін ба? Әбден мүмкін. Келіссөз үстеліне отырғаннан кейінгі жағдайды сіз бен біз болжап та айта алмаймыз. Өйткені біздің Ақ үйдің доғал бөлмесінде көрген айқай шуымыз бұл бергі жағы ғана. Ал Путин мен Зеленский бір үстелдің үстіне отырған кезде
айғай шудың көкесі сонда болады. Сондықтан пәлен түген дей алмаймыз. Және пәлен түген деп айтқан күннің өзінде ол қате болуы мүмкін. Әрине, Украина өзінің мүддесі тұрғысынан әрекет етеді. Территориясын толық қалпына келтіруге тырысады. Өйтпегенде жүздеген мың адам не үшін өлді? Иә. Олар отанды қорғап өлді. Сондықтан Украинаның басшысы кім болса да, Зеленский болсын, Ермак болсын, Залужный болсын, Буданов болсын, кім болса да Украинаның мүддесі үшін ғана әрекет ететін болады. Мейлі, атыс тоқтайды, келіссөз басталады. Сол кезде нағыз сауда жүреді. Айта кетейік, Ресей де Украинаға белгілі бір деңгейде тәуелді. Украина аумағы арқылы мұнайын экспорттап отыр, газын экспорттап отыр. Иә. Украинаның көміріне сұраныс бар. Украинаның агро секторына сұраныс бар. Сондықтан Украинада көзір жоқ деу қате пікір. Украинада ертең келіссөз үстелінде біз саудаға қоятын позициялары жеткілікті. Мгм. Одан кейін жаңағы жүздеген адам, мыңдаған адам тұтқыны бар. Украина аумағындағы орыс тілділер мен орыстар бар. Соғыс жүріп жатса да Украина аумағында қалып отырған этникалық орыстар бар. Және ол ашылық, айтарлықтай ашылық дей алмаймыз. Біздің Қазақстанның өзінде 3 миллион деп айтатын еді ғой баяғыда. Иә. Ол жақта тіпті көп. Сондықтан Кейбір осындай сауда болады деп ойлаймын. Ал жеке басым, оның соңын нәтижесі қалай болып кетеді дей алмаймын. қазір Черчилльдің әйгілі сөзі бар ғой, саясатта мәңгілік дос та жоқ, дұшпан да жоқ, мүдде ғана бар дейді. Сондықтан ертең келіссөз үстеліне отырған кезде ақш пен Украина бір-біріне қарсы болып кетуі мүмкін. Тіпті Иә. Ресей мен Украина бірігіп ақшқа қарсы тұрып кетуі мүмкін келіссөз үстелінде. Мгм. Ал Өйткені ақштың қойған шарты екі тарап ұнай ма, ұнамай ма, ол сұрақ үлкен тудырады. мәселе. Жалпы Трамп неге мысалы алып елдің басшысы бола тұра Путиннің ығына жығылып кетті деген сұрақ мазалайды. Путин мен Трамптың арасындағы жеке достық қарым-қатынас біраздан бері қалыптасқан және жақсы дамыған. Бұл жаңағы әлемдік бақ жазғандай, Трамп Ресейдің агенті немесе КГБ-ның агенті 80-ші жылдары вербовкаланған, яғни жұмысқа алынған, оның лақап аты Краснов деген секілді әңгімелер алып қашпа көп қой. Десе де Трамптың соңғы жасаған риторикалары, ресейшіл риторикалары, бұл соғысқа Украинаны айыптай отырып, Ресей ығына жығылғаны осындай түрлі ойларға жетелейді. Бірақ біз бірінші кезекте ұмытпауымыз керек. Трамп саясаткер емес. Трамп бизнесмен. Сондықтан белгілі бір деңгейде Трамптың да Ресейден көздеп отқан бизнес мүдделері болуы әбден мүмкін. Және ол бизнес мүдделер осыған дейін қалыптасқан бизнес мүдделер. Сонау 80-ші жылдардан бері. Сондықтан менің субъективті пікірімде Трамптың соңғы ресейшіл риторикаларының астары осы ғана, бизнес мүдде ғана. Бірақ ұлттық мүдде қайда қалады? Трамп билікке келгелі бері өзінің бизнес мүддесін ұлттық мүдде деп таныстырып келе жатқан тұлға. Оның жарқын мысалы Трамптың басқа емес, өзінің іргесіндегі көршілерімен сауда соғысын бастап кетуі. Канадаға деген жеке өшпеншілік. Мына саясаткерлердің көп айтады, Трамп мақтан сүйгіш тұлға дейді. Жеке басына қатысты сипаттама берген кезде Трамп мақтан сүйгіш тұлға. Мақтағанды, біреу оны мақтағанды жақсы көреді. Мақтау сөзді естігенді жақсы көреді дейді. Белгілі бір деңгейде бұл диктаторлық сипат қой. Трамптың табиғаты болмысы сондай дейді. Және өте кекшіл тұлға дейді Трампты. Трамптың Зеленскийге осынша шүйлігінің астарында тағы бір мәселе жатыр. Бұл Трамптың бірінші президенттік сайлаудан кейінгі кезеңі. Байден мен
Байден сайлауда жеңіп кететін кезде Трамп жеңілді ғой. Иә. Оның жеңілуіне Украинаның факторы болды сол кезде. Үлкен коррупциялық дау болды. Трамп Украинадан талап етті Байденнің ұлына қатысты коррупциялық схеманы жариялауды. Бірақ Украина тарапы Трамптың дегеніне сол кезде көнген жоқ. Содан қалып кеткен кек тағы бар. Украинаға тікелей Зеленскийге, Украинаға емес, тікелей Зеленскийге қатысты кек. Мгм. Одан кейін Зеленскийдің ең ыңғайсыз келіссөзші екенін айта кетуіміз қажет. Қолайсыз келіссөзші Трамп үшін. Мгм. Сондай Жақсы. Трамптың мақтан сүйгіштігі бар. Бұның барлығы, бұны неге айттым мақтан сүйгіш дегенді? Канада премьері отставкаға кеткен Трюдо мен Трамптың арасы жақсы болған жоқ. Трамп тарапына, Канада премьері Трюдо тарапынан өте ауыр айыптаулар айтылды. Баш салығы басталып кеткенінің бір себебі де сол. Иә, ортадағы жаңағы заңсыз медициналық, наркотикалық өнімдердің айналымы, контрабанда тағысын тағы, бірақ саяси себебіне келсек, осындай себептер бар. Сіз Трампты мақтаншақ тұлға деп отырсыз да, бірақ енді Қазақстанмен салыстырғанда Назарбаевтың мақтанған секілді мақтанба ол. Мысалы, Аманат партия, кезінде Нұр Отан партиясы кезінде мақтады, көп мақтады. Бірақ енді Республика партиясы бар. Республика партиясының ішінде Трампты сынап отырған азаматтар бар. Неге оны тегеу ұстай алмайды, мысалы, Республика партиясының өкілдері? Ұстау әбден мүмкін. Трамп өзінің бірінші президенттігі кезінде 2 мәрте импичмент алған. 2 мәрте импичментке ие болып, бірақ артында сенаттың ақтауымен президенттігінен кетпей қалған. Сондықтан Трамптың осы жолы импичмент алмасына ешқандай кепілдік жоқ. Және ол өзінің президенттік міндетін ең аяғына дейін атқара қоюы да сұрақ тудырады, шындап келгенде. Жақсы. ақш-тың саяси элитасы біздегі саяси тұлғалармен салыстырғанда саналырақ. Сондықтан Трамп қанша жерден мақтан сүйгіш болса да, тақтан тайдыруы әбден мүмкін. Нұреке, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Құрметті Ордалайф каналының көрермендері, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды.